Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санырғылақтар. Санырғылақтар деп отырғанымыз өсімдіктерге тән қасиетті де, жануарларға тән қасиеттерді де қамтитын тірі ағза патшалығы. Өсімдікке де, жануарға да тән қасиеттерге ие болғандықтан, оны бөлек тірі ағза патшалығы ретінде қарастырады. Ең бірінші өсімдіктерге ұқсас қасиеттерге тоқталатын болсақ, біріншісі өсімдіктер секілді санырғылақтар да тіршілігінің соңына шейін өседі. Өсімдіктер секілді спора арқылы көбейеді. Өсімдіктер секілді жасуша қабырғасы бар. Қажетті өзіне керек заттарды сіңіру арқылы жүзеге асырады. Өсімдіктер секілді бір жерде бекініп тіршілік етеді. Ал енді жануарларға тән қасиеттерге келетін болсақ, біріншісі, жануарлар секілді бұларда хлорофильдер болмайды, яғни фотосинтез процесі жүрмейді. Бұлар жануарлар секілді гетеротрофты ағзалар, яғни дайын органикалық заттармен қоректенеді. Кейбір жануар түрлері секілді хитинмен қапталған. Жануарлар секілді қор заты гликоген болып табылады, ал өсімдіктерде өздеріңіз білетіндей бұл крахмал. Санырғылақтар бізде екіге бөлінеді. Жоғарғы сатыдағы санырғылақтар және төменгі сатыдағы санырғылақтар. Төменгі сатыдағы санырғылақтарға келетін болсақ, оған зен санырғылағы немесе мукор жатады. Мукор бұл ұзын болып өсіп кеткен көп ядролы бір ғана жасушадан тұратын санырғылақ болып табылады. Мына сурет сіздерге таныс па? Яғни біздерде нан, көкөніс, жеміс-жидектерді ұзақ қалдырып кететін болсақ, бізде олардың бетінде осы мукорлар қаптап өсіп кетеді. Құрылысына келетін болсақ, бұл гифалардан және қара шар тәрізді болып тұрған спорангидан тұрады. Бұл спорангиде біздер споралар түзіледі және әрі қарай мукорлар, яғни зен санырғылақтары сол арқылы көбейеді. Тағы келесі бұл ашытқы, яғни орысша дрожжи. Бұны біз қайда қолданамыз? Әрине, дұрыс айтасыздар. Біздерде нанды пісірген кезде біздер қолданамыз. Яғни, бұл бізде сопақша келген бір жасушалы санырғылақ болып табылады. Тамақ өнеркәсібінде, сыра өнеркәсібінде және ауыл шаруашылықтарында кейіннен қолданады. Және соңғысы жоғарғы сатыдағы санырғылақтар. Олардың құрылысына келетін болсақ, бұлар қалпақшасынан тұрады, қалпағасынан тұрады, белдеуше сақинасынан тұрады, түбіртегінен тұрады. Және олардың барлығы бізде жемісті дене деп аталады. Және астында біздерде жіп шумақтары, жіпшелері, яғни мицелийлерден тұрады. Кейбір кітаптарда сіздерде гифа деп жазады. Сол гифаның жиынтығы бізде мицелийді береді. Құрметті оқушылар, қандай да бір қателіктер болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.